Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен мохито сусын дайындайтын боламыз. Бұл сусынды қысқыға сақтаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздерге қажетті заттар: өрік, қара өрік және нектарин. Осы үш жемісті араластырып, мохито сусын жасайтын боламын. Және де бұл сусынға ең басты қажетті нәрселер олар жалбыз, яғни мята, және апельсин, лимон қажет болады. Және міндетті түрде қант. Барлық алдын ала жуылып, тазаланып қойған. Апельсин мен лимонды видеода көрсетіліп тұрғандай турап қоямыз. Өрік пен қара өріктің және нектариннің дәндерін мен алған жоқпын. Егер алғыңыз келсе, оларды алып та осы сусынды жасауға болады. Ең бірінші банкымызды стерилизовать етіп аламыз міндетті түрде. Осылай ішіне өрікті және қара өрікті салдым ең бірінші банкіге. Жалбызымызды саламыз, апельсинді және лимондарымызды салып, үстіне қантымызды саламыз. Барлық керекті заттардың көлемін описаниеда қалдыратын боламын. Сол жерден қарай аласыздар. Келесі екінші банкіге қара өрігімізді, яғни сливымызды саламыз. Және нектаринді салып араластырдым. Үстіне тағы да жалбызымызды, апельсин, лимон және қантымызды саламыз. Үстеріне міндетті түрде қайнап тұрған суды құямыз. Қақпақтарды да стерилизовать етеміз. Яғни суда бір қайнатып аламыз. Кейін барлығын осылай жауып тастаймыз банкінің аузын. Үстінен басып тұрып жақсылап жауып тастаймыз. Кейін ешқандай ауа өтіп тұрмауын тексеру үшін банкаларымызды жатқызып, қақпағын тексеріп аламыз. Және де бір жола астында қалып қойған қантын ертіп аламыз. Қара өрік қосылған мохито сусынның түсі өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және дайындаған болсаңыздар, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Және де менің инстаграм каналыма да тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған слушаш ас болсын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға тіркеліңіз.